Иә. Армысыз қазақ елі. Міне бүгін Алматы қалалық прокуратурасына сонау Семейден келіп отыр. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Есімім Жакупова Анар Оразғалиқызы. Семей қаласынан келіп отырмын. Қалалық 23-ші мектептің ұстазымын. 37 жылдық еңбек өтілім бар. Мен енді Семейден келу себебім кешегі тәуелсіздік алуымызға міне 37 жыл болса да, біз әлі желтоқсаншы ретінде ақталған жоқпыз. Ал біз тұрған жерімізде және еңбек орындарымыздың барлығында, қоғамдық орындардың барлығында қала әкімдігінің негізгі құрметіне бөленіп, тәуелсіздіктің 20 жылдығы, 25 жылдығы, 30 жылдығы және желтоқсанның 30-35 жылдық мерекелік медальдармен жаңағы иегеріміз. Сөйте тұра ақталмағансыз, сөйте тұра сен даусыңызды қаттырақ шығарып етсеңіз. Ақталмағанбыз. Енді ол Семей қаласында 2004 жылы қоғамдық ұйым құрылды. Желтоқсан 86 деген қоғамдық ұйым құрылды. Былтырғы жылдан бастап облыс бөлінуіне байланысты Абай облысының желтоқсан қоғамының мүшесімін, қоғамдық ұйымның мүшесімін Абай облысы бойынша. Бірақ біз әлі ақталуға ешқандай жолдарында, ақталудың ешқандай жолдарында және көмекте ала алмай жүрген жайымыз бар. Абай облысы бойынша желтоқсан 86 қоғамдық ұйымның мүшесі саналамын. Енді осы мақсаттан ақталуға келіп отырған жайым бар. Не себепті ақтамай отыр осы кезге дейін? Әлде сіз білмедіңіз бе осылай ақталуға болатынын? Ақталудың жолдарын білмедім. Енді осы практика көлемінде ақтау алаңдағы нақты болғанымды Қазпидің 4-ші курсында оқып жүріп, бірінші қыздармен және бүткіл Қазпидің барлық факультетінің қыздарымен біз лек-легімен алаңға келіп, осы алаңдағы фотоңыз, видеоңыз да бар екен, бейне? Бейне видео кешегі архивте орталық мұрағатта сақталған екен. Ол видеоның үзіндісін алдым, фотосуреттерімді де алдым алаңдағы. Бұл видеоны мен 2004 жылы теледидардағы бұқаралық ақпарат көздеріндегі хабардан алған болатынмын. Жалпы Семей қаласы Шығыс Қазақстан бойынша, республика бойынша желтоқсан 86 деген республикалық кітаптарға естелік мақалам жарияланған. Мына жерде тұрмын. Талғат Айтбай ағамыздың ұйымдастырып шығарған Алматы желтоқсан 86 деген кітабында менің арнайы естелік мақалаларым жарияланды. Енді жыл сайынғы декабрь айында жүретін ерлік өнегенің жалғасы ретінде барлық жоғарғы және жоғарғы және орта оқу орындарында болатын ерлік сабақтарының барлығына осы желтоқсаншы куәгер ретінде қонаққа шақырып, арнайы сұхбат әрі бүгінгі тәуелсіздігімізге тамшыдай болсын үлесімізді қосып, денсаулығымызды беріп, сол кездегі бірталай соққыдан, басымыздан алған соққы, іші бауырымыздан алған алаңдағы қатты соққыдан осы уақытқа дейін бірнеше рет операция көтеріп, денсаулығымыздан айырылғанымыз жөнінде айтып та жүрміз, қаралып та жүрміз, бірақ ешқандай алып жатқан жеңілдіктеріміз жоқ. Сол біздің жанымызға батады. Менің мақалаларымның Айгөз өмірі бойынша таңғажайып Айгөз 3 томдық кітабында жарияланған және Алматы 86 желтоқсан деген 3 томдық кітапта менің естелік мақалаларым жарияланған. Мына менде кездесулер. Одан кейін әрбір орта мектептерде жыл сайынғы бізде жас қыранға өту барысында желтоқсан ардагері деп өз қоғамдық ортамда сый құрметке бөленіп жүргенмін. Бірақ менде бір ғана әттеген-ай сол ақталу қағазымыздың жоқтығы. Сол мақсатта осы жолғы мұрағат қандары көзінің негізгі ақпараттарында алып, ақталу жолында
келіп жүрген жайым бар. Сонда үйдің басшысыз ба? О жақта әлде мүшесі ма? Мүшесімін. Мүшесі, Үйдің мүшесімін. Ал енді жалпы Семейдегі желтоқсан 86 қоғамдық ұйымының мүшесімін. Тәуелсіздіктің 20 жылдығы, 25 жылдығы, 30 жылдығы, желтоқсанның 30-35 жылдық мерекелік медальдардың иесіміз. Медаль береді, бірақ ақталу туралы айтпайды, иә? Ақталу туралы бізге. Енді қазір прокуратура не дейді Алматы қаласының? Кірдіңіздер ме? Сол үшін енді архив материалдарын алып өткізіп жатырмыз. Орталық мұрағатта енді видео материалдарда өз бейнем бар, табылды, дәлелдері. Сол қолымызға алып, сол арқылы арыз берілді сотта. Ал біздің негізгі біздің кураторымыз Тыныбаева Өрішкен Кәріпжанқызы. Сол кезде біз қаншама комсомолдың жаңа кәсіподақтың жиындарына түстік. 5-6 ай көлемінде үнемі жиындарда біз сұраныста тергеуде болдық. Ал бізді бір ғана қорғап қалған кураторымыз Тыныбаева Өрішкен Кәріпжанқызы болды. Бұл кісілер енді біз соңғы жыл болғандықтан дипломға сәл-ақ қана қолымыз жетпей тұрды. Және оқу орнының әкімшілігімен ақылдасып отырып, Сыдықов Тұрсын ағамыз бар, Теңізбай Рақымжан оқытушы, бірінші группаның кураторы бар. Сол кісілердің көмектерімен біздер тек қана жиында қаралып, қатаң сөгіс алдық. Нәтижесінде аман-сау болуымызды дипломымызды алып шықтық. Менің алдымдағы сол алаңдағы әндетіп, қазақтың патриоттық әндерін шырқап тұрған мен және менің атымдағы студенттерім, группалас қыздарым бір жатақхана бірге тұрып, 4 жыл бірге дәм татып, бір-бірімізбен бірге отырған қыздарымыз. Бұлар да ақталмаған. Бізден кейінгі қанша адам бар ақталмаған Семейде? Семейде қазір 160-тан астам қоғам мүшелері бар. 198 қоғам мүшелері, соның 9 ғана ақталып тұр. Басқа айтарыңыз бар ма? Айтарым сол, жоғарғы орындардан да осындай негіздерімізге сүйене отырып, біздің қуғын сүргінге ұшырағандығымыздың дәлелдері негізінде ақтап беруіне көмек сұраймыз. Тарих өз ақсаңдық беттерін ашып жатыр. Қазіргі ел өнегенің жалғасы болып жүрміз. Шындығында қазіргі 9 майдағы Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен және ауған ардагерлерімен ауғандық ардагерлерден кейінгі ерлік өнегенің жалғасы тарихта алтын әріптермен жазылған тәуелсіздіктің сан ғасырлық күресі жолындағы ең соңғы алтын нүктесін қойған алтын діңгегі болған бұл желтоқсан көтерілісі тарихта мәңгілікке сақталды деген қазіргі дәлелдермен енді барлық оқу орындарында арнайы оқу бағдарламасына да енді ғой, бұл Қазақстан тарихының тарих беттерінде шежіре болып сақталды. Ал енді сол тарихи көтерілістің басы қасында топ алдында жүріп, біз 37 жыл өтсе де 40 жылға таяп қалды. Осы мақсатта ақтауға көмек көрсетуін сұрап қалалық прокуратураға келген жайым бар.